Келесі 402-ші есебіміз жай бөлшектерді өсу ретімен орналастырыңыздар. Бөлшекте бөлімдерін барлығы бірдей. Енді алымда тұрған санның ең кішісін бірінші жазамыз. Сонда 15-тен 1 болады екен. Келесі 15-тен 2-ні орналастырамыз. Келесі 15-тен 3. Келесі 15-тен 4, 15-тен 5 саны жоқ, 15-тен 6 бар. 15-тен 6, 15-тен 7, 8, 9 деген сандар жоқ, 10 да жоқ, 11 бар. 15-тен 11, 15-тен 12 мен есебіміз аяқталады екен. Бөлшектерді біз өсу ретімен жаздық. Келесі 403-ші есебіміз жай бөлшектерді салыстырыңыздар. 8-ден 5 және 4-тен 3 сандарын салыстырайық. Бөлшектің бөлімін бірдей санға келтіреміз. Бірдей санға келу үшін 4-тен 3 санына ортақ бөлім береміз 2 санынан. Сонда ол тең болады 8-ден 6-ға. Енді 8-ден 5 пен 8-ден 6-ны салыстырамыз. Бөлшектің бөлімінде бөлшектің алымы қайсысында үлкен болады, сол бөлшегіміз үлкен болады. Келесі екіншісін шығарайық. 3-тен 2 және 9-дан 7. Бөлшектің бөлім бірдей санға келтіреміз. Бірінші 3-тен 2 бөлшегімізді ортақ бөлім беру арқылы 9-ға келтіріп аламыз. Сонда 3-тен берем. Сонда 9-дан 6 болады. 9-дан 6 көп па, 9-дан 7 көп па? Енді бөлшектің алымына қарай, қай саны үлкен болады, сол бөлшегіміз үлкен болады. Келесі үшіншісі 16-дан 1, 8-ден 7. Бөлшектің бөлімі бірдей болу үшін 2 санына көбейтеміз. Сонда 16-дан 14. Алымына қараймыз, қайсысы үлкен екенін, сол бөлшегіміз үлкен болады екен. Келесі 4-шісін шығарайық. 9-дан 7, 18-ден 17. Бөлімдерін бірдей келтіреміз, 2-ге көбейтеміз. Сонда 18-ден 14. Алымына қараймыз, қайсысы үлкен, сол бөлшегіміз үлкен болады. Келесі 5-шісін шығарайық. 12-ден 7, 9-дан 8. Ортақ бөлім болады бізде 36 санынан. Сонда 3-тен береміз, 4-тен береміз. Сонда 36-дан 21 кетен. 36-дан 32 кетен болады. Бөлшектің бөлімдері бірдей. Алымына қараймыз, қайсысында алымы үлкен болады, сол бөлшегіміз үлкен болады екен. Келесі 6-шысын шығарайық. 9-дан 2, 10-нан 1. Ортақ бөлім болады бізде 90 санынан. 10-нан береміз, 9-дан береміз. Сонда 90-нан 20. 90-нан 9 болады. Алымына қараймыз, үлкені үлкен болады. Келесі 7-шісін шығарайық. 24-ден 5 және 16-дан 3 сандарын салыстырайық. Бөлшектің бөлім бірдей санға келтіреміз. Ол бізде 48. Мұнда 2-ге көбейтеміз. 48-ден 10 болады. 48 болу үшін біз 3-ге көбейтеміз. Сонда 48-ден 9 болады. Бөлшектің бөлімдері бірдей. Енді алымда қайсысы үлкен, сол бөлшек үлкен болады. Келесі 8-шісін шығарайық. 20-дан 1, 15-ден 2. Бөлімдері бірдей 60 санына келтіреміз. Сонда 3-ге көбейтеміз. 60 болу үшін 4-ге көбейтеміз. Сонда 60-тан 3, 60-тан 8 кетен болады.
бөлімдері бірдей, енді алымда тұрған санның қайсы үлкен болады, сол бөлшегіміз үлкен болады екен. Келесі 404-ші есеп шығарамыз. Сандарын өсу ретімен орналастырыңыздар дейді. Бөлшектің бөлім бірдей санға келтірейік. Ол үшін ортақ бөлім береміз. Бөлімін 30 санына келтірейік. Сонда 10-нан береміз. 30-ға келу үшін 6-тан береміз, 3-тен береміз, 2-ден береміз және 1-ден береміз. Енді көбейтіп шығайық. 30-дан 10 болады. Екінші 30-дан 12 болады. Келесі 30-дан 9 болады. Келесі 30-дан 8 болады. Келесі 30-дан 7-ге тең болады екен. Енді өсу ретінде жазу үшін бөлшектің алымда тұрған санның ең кішісін жазамыз. Сонда ол 30-дан 7-ге тең болады. Келесі 30-дан 8. Келесі 30-дан 9, 30-дан 10 және 30-дан 12 болады екен. Енді 30-дан 7 дегеніміз ол бізде 30-дан 7 деген санның өзі. Ал 30-дан 8 дегеніміз бастапқыда 15-ден 4 деген бөлшегіміз еді. Келесі 30-дан 9 деп отырғанымыз 10-нан 3, келесі 3-тен 1 және 5-тен 2 деген бөлшектерді біз өсу ретімен жаздық.